Жасы 90-нан асқан адамдардың ел билеп отыруы қызық нәрсе. Мысалы, Камерунның президенті Пол Бия 92 жаста. Ол билікте 1975 жылдан бері отыр. 1975-1982 жылдары премьер-министр болған. Ал 1982 жылдан бері президент. Палестинаның президенті Махмуд Аббас осы күні 90-да. Сауд Арабиясының королі Салман ибн Абдуррахман 89-да. Норвегияның королі Харальд 88-де. Иранның және Того деген елдің президенттері Хаменей мен Савиде Томе 86 жаста. Бангладештің премьер-министрі Мухаммад Юнус 85-те. Кувейттің әмірі Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах пен Ирландия президенті Майкл Хиггинс 84-те. Италия президенті Серджо Матарелла 83 жаста. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы кәрі билеушілерге мән беріп, Камерунның президенті Пол Бия тағыда президент сайлауына түсемін деп отырған жазыпты. Қазір 92-дегі қарт тағы бір мерзім билікте отырса, жасы 100-ге барады екен. Портал Назарбаевты көп рет президент сайлауына түсіп келген Камерунның билеушісіне ұқсатады. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Әркімнің өз гаргантюасы бар, немесе Қазақстаннан Камерунға дейін деген тақырыппен басталған материалда былай делінген. Камерунның 92 жастағы президенті Пол Бия биыл күзде президент сайлауына тағы қатысатынын мәлімдеді. Бияға бұйырса, бұл оның 7 жылдан 8-ші мәрте сайлануы болмақ. Халықтың қалауымен тағы сайлауға түспекші болған ол былай депті: халқым сұраған соң осындай батыл байламға келдім. Көп ұлтты елімізде кезек күттірмейтін көптеген мәселе бар. Алдағы 7 жылда сол мәселелерді шешумен айналысамын. Камерунда Пол Бияның денсаулығын талқылауға тыйым салынған. Оның да себебі бар шығар. 8-ші президенттік мерзімі аяқталғанда Пол Бия 100 жасқа аяқ басады. Соған қарамастан шалың камерундықтардың Құдайы ынзаме өмір берсе, әйелім Шанталь күйлі қуатты болса, одан арғысын тағы көре жатармыз дегенді ымдауды да ұмытпапты. Әзірге 100 жасқа дейін президент болмақ Пол Бияның мұнысы сіз бен бізге өмір бақи билік жүргізбек болған бір кісінің іс-әрекетін есіңізге түсірген жоқ па? Қазақстанды 30 жыл бойы билеп төстеген Нұрсұлтан Назарбаев та 5 және 7 жылдан 5 мәрте президент болып сайланды. Осы сайлаулардың бәрінде халық одан мүлдем басқа нәрсе сұраса да, ол Пол Бия сияқты халқымның қалауы, жалпы халықтың сұрауы бойынша дегеннен танбады. Мәселен, 2011 жыл ол халқымның президенттіктен кетпе, одан әрі жұмыс істей бер деген сигналын түсіндім. Егер денсаулығым мен күш қуатым мүмкіндік берсе, халық қолдаса жұмыс істей беремін деген. Ал 2015 жыл айтқаны мынау: халық мүддесі үшін және халқымның өтінішін ескеріп, ата заңды мүлтіксіз орындау үшін 2015 жылдың 26 сәуірінде мерзімнен тыс президент сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойдым. Бұдан бөлек Назарбаев өзінің президент болып сайлану құқығын шектеуді алып тастатқызып, өмір бақи президент болғысы келген және қауіпсіздік кеңесінде өлгенше басқара бермек болғанын қайда қоясыз? 2022 жылы қаңтарда халық одан шал кет деп табандап талап етпегенде, Нұрсұлтан Назарбаев та Пол Бия сияқты 100-ге дейін билікте отырар ма еді бәлкім? Кім білсін? Қазіргі конституция бойынша президент 7 жыл мерзімге бір-ақ рет сайлана алады. Конституция аяқ астынан тағы өзгеріп кетпесе, әрине. 2022 жылы конституцияға енгізілген бұл өзгеріс посткеңестік кеңістікте абсолютті жаңалық болған рас. Дегенмен тағы да ескертейік, мұның абсолютті жаңалық болмай қалу қаупі қазіргі биліктің қаламының ұшында тұр. Француз суретшісі Анаре Домье 1831 жылы король Луи Филиппті әжуалап гаргантюа деп аталатын әйгілі литографиясын салған. Онда халық кедейшілікпен аштықтан зардап шегіп жатқанда алып мешкей гаргантюа елдің бар байлығын опыра жеп жатқан бейнелейді. Осы еңбегі үшін Анаре Домьені король Филипп түрмеге жауып тастаған екен. Бұл да бізге Назарбаев билік еткен 30 жылда еске салатындай. Өйткені әр елдің өз гаргантюасы бар. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.